Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Әлемдегі ең ірі армиялар мен ядролық қарулар сіз ойлағаннан да әлсіз болуы мүмкін. Себебі жаһандық супердержавалардың тағдыры зымырандармен емес, теңіздегі 5 тарбұғазбен шешіледі. Егер осы 5 су жолының біреуі ғана бір аптаға жабылса, сіздің қалаңыздағы дүкендер бос қалып, мұнай бағасы аспандап, әлемдік экономика бір сәтте коллапсқа ұшырайды. Бұл әлемді уысында ұстап тұрған теңіз шокопенттері. Бүгінгі видеода біз жаһандық сауданың 80% өтетін, бірақ кез келген уақытта үлкен қақтығыс ошағына айнала алатын 5 стратегиялық бұғазды талдаймыз. Ендеше біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Алдымен Қытай экономикасын бір күнде тұншықтырып тастауға қауқарлы әлемдегі ең тар әрі ең қауіпті су жолынан бастайық. Бұл Малакка бұғазы. Малакка бұғазы ұзындығы 930 шақырым болатын бұл тар су жолы. Жаһандық сауданың ең басты жүрегі. Жыл сайын бұл жерден 90 мыңнан астам кеме өтеді. Бұл әлемдік теңіз саудасының 1/4 бөлігі. Бірақ бұл бұғаздың тағдыры ең алдымен бір елге тікелей әсер етеді. Ол Қытай. Қытай импорттайтын бүкіл мұнай мен газдың 80% дәл осы Малакка бұғазы арқылы өтеді. Егер осы су жолы жабылса, Қытайдың алып өндірісі бірнеше күнде тоқтап қалады. Мәселе мынада, бұғаздың ең тар жері Сингапур маңындағы Филипс арнасы, оның ені небары 2,7 шақырым ғана. Бұл геосаясатта Малакка тығырығы деп аталады. Бейжіңді мазалайтын басты қорқыныш ақш-тың әскери теңіз флоты қақтығыс бола қалған жағдайда бұл бұғазды бір-ақ күнде бұғаттап тастай алады. Міне сондықтан Қытай миллиардтаған доллар жұмсап, Пәкістан, Мьянма және Орталық Азия арқылы айналма құрлық жолдарын салып жатыр. Олар географияның құрсауынан құтылғысы келеді. Бірақ әзірге Малакка бұғазы әлемді уысында ұстаған ең басты нүкте болып қала береді. Малаккадан кейінгі екінші ең маңызды нүкте Ормуз бұғазы. Бұл әлемдік энергетиканың басты күретамыры. Күн сайын бұл тар су жолы арқылы 20 миллион баррельден астам мұнай тасымалданады. Бұл бүкіл әлемде тұтынылатын сұйық отынның 5/1 бөлігі. Бұғаздың жалпы ені 34 шақырым болғанымен, кемелер жүретін қауіпсіз жолдың ені бар жоғы 3 шақырым ғана. Ең басты геосаяси қауіп бұл бұғазды толықтай Иран бақылап тұр. Парсы шығанағында шиеленіс күшейген сайын Тегеран бұл бұғазды жауып тастайтынын айтып, әлемді жиі сескендіреді. Егер Иран Ормуз бұғазын бірнеше күнге бұғаттаса, әлемде мұнай тапшылығы басталып, жанармай бағасы 2-3 есе қымбаттайды. Сондықтан ақш өзінің 5-ші флотын дәл осы аймақта ұстап отыр. Бұл бір сәтте жаһандық экономиканы қирата алатын нағыз мұнай бомбасы. Келесі нүкте адам қолымен жасалған ең ұлы геосаяси нысан. Бұл Суэц каналы. Бұл канал болмаса, Азиядан Еуропаға баратын кемелер бүкіл Африка құрлығын айналып өтуге мәжбүр болар еді. Жаһандық сауданың 12% осы тар канал арқылы өтеді. 2021 жылы Ever Given атты алып контейнер тасушы кеме осы каналда тұрып қалған кезде әлемдік сауда күніне 10 миллиард доллар шығынға батты. Бұл оқиға заманауи логистиканың география алдында қаншалықты дәнекерсіз әрі әлсіз екенін бүкіл әлемге дәлелдеді. Бірақ Суэц каналына кіру үшін кемелер алдымен басқа бір қауіпті өткелден өтуі тиіс. Бұл Баб-эль-Мандеб бұғазы.
араб тілінен аударғанда көз жасының қақпасы дегенді білдіреді. Йеменді хуситтер мен теңіз қарақшылары бұл жерде зымырандармен және дрондармен оңай атқылай алады. Кім бұл қақпаны бақыласа, бүкіл Еуропа мен Азия арасындағы тауар ағынын бақылауда ұстайды. Біздің тізімдегі соңғы бірақ маңызы жағынан кем түспейтін нүкте бұл Панама каналы. Бұл Америка құрлығының батысы мен шығысын жалғап, кемелердің оңтүстік Американы айналып өтетін 15.000 шақырымдық ұзақ жолын қысқартқан инженерлік керемет. ақш-тың шығыс жағалауынан Азияға баратын тауарлардың негізгі бөлігі осы жерден өтеді. Бірақ бүгінде Панама каналы әскери қауіптен емес, табиғи апаттан зардап шегіп отыр. Каналдың жұмысы Гатун көлінің тұщы суына тікелей тәуелді. Соңғы жылдардағы қатты құрғақшылық салдарынан су деңгейі төмендеп, канал арқылы өтетін кемелер саны күрт азайып кеткен. Бұл жаһандық инфляцияны тудыратын жаңа геосаяси қауіпке айналды. Сонымен біз ядролық қарулар мен заманауи технологиялар заманында өмір сүрсек те, әлемдік билік әлі де физикалық географияның құрсауында. Кім осы 5 тар су жолын бақыласа, сол жаһандық сауданы, экономиканы және соғыстардың нәтижесін бақылайды. География ешқашан өзгермейді, ал оны елемеген империялар тарих сахнасынан жоғалып отырады. Сіздің ойыңызша бұл бұғаздардың қайсысы ең бірінші болып үлкен қақтығыстардың ошағына айналуы мүмкін? Әрине, Аллах сақтасын. Пікіріңізді жаза кетіңіз. Тарих пен геосаясаттың құпияларын жіберіп алмас үшін Біліп жүр арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.